Алматыдағы ұстаздар да мерекеге орай тренд түсіріп үлгерген. Олар мұғалімдер флешмобын ұйымдастырған екен. Толығырақ тілшіміз Шынар Бәкір айтсын. Сюжетке кезек берейік. Бүгін біз Жетісу ауданы білім беру мекемелері ұйымдастырған ұстазға тағзым атты ерекше іс-шарадамыз. 120-дан астам жас маманның басын қосқан бұл жиынның мақсаты ұстаздар күнін ерекше атап өту. Елімізде 2024-2025 оқу жылында 14 мың мұғалім жұмысқа орналасып, орта білім беру саласында педагогтар саны 412 мыңға жетті. Бүгін Жетісу ауданы бойынша білім беру ұйымының 21 мектебінен жиналған 100-ден астам жас мамандар тек білім беріп қана қоймай, өнер арқылы да шәкірттерге үлгі болу мақсатында арнайы шара ұйымдастырды. Шараның басты мақсаты ардагер ұстаздарға алғыс білдіру. Бүгін ұстаздардың мерекесіне орай Жетісу ауданы білім беру ұйымдарының ұйымдастыруымен үлкен шара өтіп жатыр. Бұл шараның басты мақсаты ұстаздар күнін жоғары деңгейде атап өту, ұлағатты ұстаздарымыздың, ардагер ұстаздарымыздың құрметіне арнап үлкен шара өткізілуде. Ардагер ұстаздарымыздың еңбегі еш кетпегендігін дәлелдегіміз келеді. Өйткені қаншама осынша жас маман ұстаздың қызметін таңдап, осы жолда еңбек етуді таңдап отыр. Бұл дегеніміз ардагер ұстаздарымыздың шәкірттері жақсы жолды таңдады деген ойдамыз. Президент саябағында өткізілген бағдарламаны қала тұрғындары да тамашалады. Ұстазым хоры жұртшылыққа мұғалім мәртебесін танытып, қоғамға үндеу жасағандай. Бүгінгі ұстазға тағзым атты шарамызға жиналуымыздың басты себебі осы мұғалімдерді құттықтай отырып, бір жағынан өзімізден кейінгі оқушыларға, жас мамандарға өзіміздің бірлестігімізді, ұйымшылдығымызды көрсету мақсатында жиналып отырмыз. Бұл шараға біз бір аптадан жуық уақытта дайындалдық. Оның ішінде ұстазым атты жазу үшін 3-4 күн уақытымыз кетті. Тек қана шараны ұйымдастырып қана қоймай, әріптестермен арамызда сыйластығымыз, достық қарым-қатынасымыз одан әрі артты десем де болады. Өнері арқылы мамандығына деген адалдығын, шәкіртке деген шексіз махаббатын жеткізген ұстаздар бүгінгі шараны жоғары деңгейде өткізді.